Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгінгі біздің бонус сабақтың 3-ші сабағына қош келдіңіздер. 3-ші сабақ қаржы, табыс, капитал және қарыз деген тақырыптар болады. Денсаулықтың қалай шешілетіндігін түсіндік. Денсаулыққа қатысты гайдты алдыңыздар, не істеу керек екенін білдіңіздер. Артынан оның тақырыбының түбі қарым-қатынаста екенін түсіндіңіздер. Қарым-қатынастағы кикілжіңдер, қарым-қатынастағы ішкі жан дүниені табудың қарым-қатынас, ол ішкі жан дүниедегі тақырыптарды табудың құралы екенін түсіндіңіздер. Қарым-қатынас реттелсе, қаржы реттелетіндігін түсіндіңіздер. Ал енді қаржыға қатысты жеке тақырыпқа кіріп көрейік. Қаржы, табыс, капитал бәрімізді қызықтырады. Капиталистік режимде өмір сүріп жатырмыз. Жүріп тұруың бәрі ақша. Осылай офиста отырып сіздерге бонус тегін сабақ түсірудің өзі ақша. Ақшаның ережесін қалай жүретіндігін 100% үйренбесек, бұл заманда өкінішке орай артта қалып қою шансы өте жоғары. Сол үшін қаржыға қатысты дұрыс көзқарастарды қалыптастырып алайық. Кеттік. Бірінші, қарыздан бастайық. Қарызға кірудің психосоматикалық себептері. Бірінші, базовый, ешқандай психологиялық емес, базовый, простой нәрсені айтайық. Енді оны 6 жасар бала білу керек. 6 жасар бала білет, адам қарызға кіру үшін оның кірісінен шығысы көп болу керек. Мысалға, мамасы оған 50 теңге берсе, ол 60 теңге жаратса, ол магазинге қарыз болып қалатын 6 жасар бала білет, бірінші класстың баласы. Мамасына бар айтып барады, мен магазинге 10 теңге қарыз болып қалдым деп ше. Ал неге ересек адамдар онда қарызға кіріп жатыр? Осы кезде бір кейбір адамдар күйдіреді меніңше. Осы психологтар қумаңдашы. Ол қарызға кіріп, потому что просто кірісінен шығыс көп болып кетті ғой дейді да. Мен айтамын да, сонда ол сенің ойыңша ана адам соны білмейді дейсің ба деймін да. Біледі ғой, былай сұрасаң қазір ол жауап береді ғой, сол екенін айтады ғой. Бірақ не үшін ол сөйтіп ересек позицияда бола алмай қалып жатыр? Не үшін ол қателікті түсіне алмай қалып жатыр? Не үшін шығынын азайтып кірісті көбейте алмай жатыр? Тоже психологиялық тақырыптар. Яғни сіз тек қана әрекет жасамағаннан деп жауап салуға болмайды. Мысалы, қаншама кісілерді көрген мен, әрекет жасап, миллиардный компания жасап, қараңыз, миллиардный компания, строительный компания, неше түрлі жаңағыдай егістік, неше түрлі медициналық центрлер ашып тастаған. Бірақ қарызда сондай үлкен, сіз ашып көрмеген кәсіпті ашып үйренген адам, сондай батылдық қадам керек қойған, өте үлкен команданы басқару керек. Соның бәрін жасай отыра қарызға кеткен адамдар бар. Түбінде қандай себептер? Психиканың қарызға кіруге себеп болған осы бір тақырыптары. Біріншісі, ол басқа адамдарға тәуелділік. Бұл енді кәсіпкерлерде көп кездесе бермейді, қарапайым адамдарда көп кездеседі. Жұрт не дейді деп қарызға кіретіндеріміз көп қой біздің ше. Кәсіпкерлерде де болады ол. Кәсіпкерлерде деңгейлері бар ғой. Басқа адамдарға тәуелділік. Жұрт не дейді деген, мысалға басында біз көрші не дейді деген жүретін болсақ, кәсіпкерлер, менен мықты кәсіпкерлер не дейді деп жүреді. Солардың алдында нашар болып қалудан, солардың алдында бір статус түсіп қалудан, немесе сол себепті де өзінің күші келмейтін, немесе жоқ деп айтуға эгосына тиіп әлсіз болып қалудан қорыққандықтан, жұрт не дейді деген сөздің қорқынышынан, ол өзіне выгодный емес нәрсеге я деп жауап береді, өзінің қалауларын ашық айта алмайды, өзінің мысалға қоғамның менталитетінен тыс бір шешімдер шығарып жатса, адамдардың сөзінен қорқып оны жасамай қойып жатады. Мысалы, қаншама кәсіпкерлер, мысалы, онлайн товарды онлайн сату деген трендтің басталғанына 3 жылдан асып кетті, 4 жыл болып қалды, 5 жыл болып қалды уже, мен білетінім да, 5 жыл болып қалды, 2020-дан бері. Әлі интернетке шыға алмаған адамдар бар, өкінішке орай. Шынымен. Мен оны Барахолкаға бардым, келіншегіммен бірге. Сөйтіп, бір өте күшті товар сатып отқан апаны көрдік. Апа дегенде апа емес, 45-терде ғой, әйел ғой. Ол кісіден сұрадық, сізде SMM маман жоқ па? Мынандай товарларды осындай күшті арзан бағамен сіз интернетпен сатсаңыз күшті кетеді ғой, біз сіз ертерек келіп сізден алатын ек қой деп айтсақ. Білмеймін, оларға сенбеймін, адамдар осылай офлайннан келіп жатыр ғой, өзім шығудан ұялам дейді. Ол SMM-дер айтады маған, өзің шық деп айтады, мен шығудан ұялам дейді. То есть басқа адамдардың сөзінен жұрт не дейді деген ойдың қорқыныш қой бұның түбінде жатқан нәрсе. Көрдіңіз бе? Қаншама мүмкіндіктен, қаншама өкінішке орай табыс әкелетін нәрселерден осылай айырылып қалып, керісінше сол жетпей жатқан кассовый разрывты тағы да бір басқа нәрселермен жабамын деп, тағы бір точка ашамын деп қарызға кіріп кетіп жатқандар бар. Яғни маркетингін дұрыстамай жатып, келесі ол салыстыру. Көп адамдарда бұл болады. Өзін іштей салыстырып қалу. Өзін осы бар күйінде құнды сезінбеу. Бұл құнды сезінбеу тақырыбы өкінішке орай сырттағы адамдармен жарысуға, өзін салыстыруға, қазір көп әйелдер де болады. Үйде отырады, декретте,
как будто басқа әйелдер озып кеткен сияқты. Подругаларына барады, олар жұмыс істеп жатыр, ақша тауып жатыр, әркім бірдеңе істеп жатыр, біреу квартира алып жатыр, біреу шетелге шығып жатыр. Как будто бұл қалып қойғанмын деген сезіммен өмір сүріп жатыр. Осы қалып қойғанмын деген сезім салыстыру травмасы сіздің қарызға кіруіңізге себепкер болады. Келесі ол көре алмаушылық, яғни ризықтың Құдайдан екенін біз ауызша айтамыз, бірақ біреу көбірек ризық тауып жатса, ішіңде жаңа жүрек дерті ғой, бұл да көре алмаушылық пайда болып кетіп жатқан болса, бұл да сіздің қарызға кіруге себеп болады. Неге? Өйткені көре алмаушылыққа беріп тұрған адам автомат түрде ризық менен деп ойлап тұр, ризық адамның әрекетінен деп ойлап тұр, ризық адамның мықтылығынан деп ойлап тұр. Өйтіп ойланған адам автомат түрде тәкаппарлыққа беріліп, өзін жаңағыдай асығыс шешімдер шығарып, тезірек көрсе қызарлықпен, көзі тоймаушылықпен тезірек байимын деп неше түрлі ставкаларға, неше түрлі қате риск көп кәсіптерге кіріп кетіп, неше түрлі ойындарға кіріп кетіп, қарызға кіріп кетіп жатқандар бар. Осындай. Енді бұл дерттердің қайдан шығып жатқанын айтқан жоқпын мен әлі. Қандай дерттер әсер ететіндігін айтатынмын. Ол дерттің әрқайсысында түбінде өзінің проблемасы бар ше, қайдан шығып жатқандығы. Или сразу айтып кете берейін шетінен. Мысалға, көре алмаушылықпен салыстыру бала кезінде ата-анасының тек қана мысалға баласының бірінші орын алып келгендігін, тек қана 5 алып келгендігін күтіп отқандығы, ата-анасының ожиданиесі. Вроде қарасаң, дұрыс қой деуі мүмкін бәріміз, иә. Мысалы, мен де қазір балам бар, жарыстарға қатысып жатыр, мен де келіншегім екеуміз ақылдасамыз да, ағайыннан сұраймыз, бұл жарысқа қатысайын деп ертең 2-ші орын алып қалса ше, вообще орын алмай қалса ше, қалай болады бұл деп біз ойланып, уже ғылыми сол туралы кітап оқып, сол туралы мамандармен сөйлесіп сұрап жатырмық. Сөйтсек, мынау Финляндияда мынандай екен, балалардың 10 жасқа дейін жарысқа қатысқан кезде 1-ші орын, 2-ші орын деп бөлуіне рұқсат бермейді екен. Барлығына бірдей медаль, бәріне бірдей баға береді екен. Ол не? Баланың қатысуына деген медаль, яғни баланың просто бар болған үшін уже құнды екенін сезіндіру ғой, былай қарап тұрсаңыз. И соның арқасында да ол елдегі спортсмендерде, енді әлемнің номер 1 болып кетпесе де, бірақ стрессті устойчивость жағынан кәсіпкерлердің, спортсмендердің стрессті устойчивость жағынан солар мықты екен. Даже жетістікке жеткеннен кейін де көп чемпиондар артынан қарызға кетіп, кризиске түсіп кетіп жатады ғой, душевный. А оларда олай емес. Неге? Өйткені оларға жеңіске жету травмадан емес та, өздерінің ішкі қалауынан шығады. Көрдіңіздер ме? Қысқасы, балалық шақта балиғат жасқа дейін баланың эмоционалды түрде дұрыс қабылдануы, әке-шешесінен дұрыс қолдауды естуі, қателесуге рұқсат екендігін сезінуі және жай ғана бар болған үшін құнды екенін сезінуі өте маңызды. Осы нәрселер болмайтын болса, алғашқы үшеуі болады. Жұрт не дейді? Салыстыру, көре алмаушылық. Және тура осы травманы бала, даже әке-шешесі ештеңе демесе де, бірақ әке-шешесінің бойында осы тақырыптар болған болса, соны көшіріп алады. Мысалы, көп отбасыда мамалар отырады, жұрт не дейді, ойбай ұят болады, көз тиіп кетеді, ана мынандай болады. Сол үйдің балалары қойшы көз тимейді дегенімен, бірақ миында бір шектеу тұрады. Мынандай суммадан ашып кететін болсам, бір как будто бір жамандық келіп қалатын сияқты, как будто бір бүйтіп қалатын сияқты деп, көз тию деген оның подсознательный түрде оның өмірінде кедергі жасап, қаржылай қиналуына себеп болып тұрады. Және келесі 4-ші себеп бізде эмоцияларды дұрыс басқара алмау, өкінішке орай тоже өте үлкен себептерге алып келеді. Өйткені эмоция қандай жерлерде выдержка жасай алмай, адам өзінің эмоциясын выдержка ете алмаса, ол өмірде, кәсіпте, табыста плюске шығу өте қиын. Өйткені бізде эмоция деген құбылып тұратын нәрсе, күніге шығып тұратын нәрсе. Біз өсеміз ғой, пенде болғаннан кейін дамуымыз керек, біздің рухымыз да даму керек, Алла тағала соны қалайды. Біз әртүрлі қиындықтарға, немесе қарым-қатынастағы бір тақырыптарға ұшырап қалған кезде бізде әртүрлі эмоциялар шығып кетеді. Сол эмоцияларды өзіңнің характеріңнің шығып жатқан негативті эмоцияларды выдержать ете алмасаң, оларды дұрыс басқаруды үйренбесең, сен автомат түрде ол эмоцияны ақшамен, басқа бір заттарды сатып алумен, сырттағы нәрселерді сәндеумен сен тоже қарызға кіріп кетесің, асығыстықпен. Или көңілі түсіп кеткен адам өзім көңілім көтеремін деп өзіне керек емес заттар алып тастайды. Мысалға, айфоны жұмыс жасап тұр, бірақ ол iPhone 17 Pro Max аламын дейді. Немесе нормально жұмысқа барып келіп жүр, киімі бар, мен барып шоппинг жасап келейін, сол кезде настроением көтеріледі деп ойлайды. А на самом деле оның ішіндегі настроениесі түсіп тұрған сол кейбір түсіріп тұрған эмоцияларды дұрыс басқара алмағандықтан, ол оны ақшамен компенсировать етемін деп көп қателікке кіріп жатқандар бар. Немесе туысқандарының арасында эмоционалдық әртүрлі қарыз сезімдерін дұрыс басқара алмағандықтан
Ол келесі 5-ші себеп қарыз, кінәлі сезім. Өткенде ғана сондай бір кісі келді бізге, өзі рұқсат берді бөлісуге. Оның үлкен сет компаниясы бар, и ол бүкіл компанияны құрған туысқандарына дәлелдеу үшін. Кезінде бұны оқымаған үшін, тағы бірдеңе үшін, короче, туысқандары құнсыздандырған, өте қатты араластырмаған, бұған сөйлеген, бұны тиіскен бұған. И бұл өзін дәлелдеп үлкен компания ашқанда, бірнеше сеттермен ше. Сөйтіп қазір бүкіл туысқандарын сол жерге жұмысқа алып алған. Бүкіл туысқан, бала шағасына дейін сол жерлерге жұмысқа қойып, бәрін, сол біреуін директор, біреуін андай бәрін қойып тастаған. И қазір солардың алдында жаңа қарсы сезім, кінәлі сезімді жудым деген әшшенемен жүр, бірақ аналар әлі бұған енді қарсы шықпайды, бұрынғыдай мойындайды, бірақ бұның ішіндегі қарсы сезім кеткен жоқ, кінәлі сезім кеткен жоқ. Плюс бұны менсінбейді ешқайсысы, потому что бұл тегін өзі дайындап туысқандарына кәсіп істеп беріп тұр, Алматыда жүріп. И туысқандарына жаңағыдай директор қойған туысқандарына бұл жалынады екен ше. Неге налогқа ақша жетпей қалып жатыр, неге мынаған ақша жетпей қалып жатыр, маған бүйтсеңдерші сөйтсеңдерші деп. Проблема, қараңыздар, проблема. Бұл басшы ғой, бұл талап ету керек та негізі. Бұл талап ету керек. Өкінішке орай көп адамдарда бұл не только кәсіптің ішінде, өмірде әке-шешесінің алдында, бауырларының алдында кінәлі сезіммен, қарсы сезіммен, жауапкершілік сезіммен жүретін болса, өзінің өміріне емес, біреудің өміріне. Ол автомат түрде давлениемен, напряжениемен жүреді да, энергиясы ақша табуға емес, энергиясы осы напряжениені көтеруге кетеді. Түсінсіздер ма? Еще бұл адам жаңағы әке-шешесінің алдында қарсы сезім дегенді қозғайықшы. Көбінесе үйдің үлкендерінде немесе үйдің кішкентайларында болады бұл. Әке-шешесі мысалға айтуы мүмкін үйдің үлкеніне, сен мыналардың, басқалардың адам болып кетуі сенің мойныңда деп ше, үйден де өтіп кетуі мүмкін. И все бітті, нау айта алмайды. Әке-шешесінің бұл бір как будто бұған салып кеткен бір навешний мойнына іліп қойған қарызы деп қабылдайды. Сөйтіп інілері, қарындастары лудаман болса да, басқа болса да бір ақшаны дырағып далаға кетіріп жатса да, ол не істейді? Соны ақшамен жауып, өзі де қарызға кіріп жатады. Сондай отбасылар да бар өмірде, өкінішке орай. Қысқасы, бұл кінәлі сезім, қарсы сезім деген адамның өмірінде еркін табыс табуына, адамдарға пайда әкелем деп дұрыс ниетпен кәсіп істеуіне кедергі болады. Өйткені бұл тақырыппен жүрген адам ол ақшамен тезірек шешіп тастауға тырысып тұрады да. Кінәлі сезімді де ақшамен шешіп тастауға тырысып тұрады, кәсіпте ақша табуды да ақша үшін істеп тұрады, 100% ақша үшін, андай адамдарға пайдалы болу үшін, бір құнды нәрсе әкелу үшін емес қоғамға. Және ең соңғысы ол эго. Адамның ішкі эгосы. Эго деген самооценканың қатты көтеріліп кеткенін ғана біз ойлаймыз, ешкімді мұрнын шүйіріп, ешкімді көргісі келмеу. Ол ғана емес, өтірік бейшара болу да эго. Екеуі де эго. Неге? Мысалға, самооценкасы тым жоғары көтеріп өзін жұрттардан артық көретін адам, ол адамдармен ашық қарымтасқа түспейді. Ешкіммен ашық сөйлеспейді. Ол өзінің дүниесін бірінші орынға қояды, өзінің абыройын бірінші орынға қояды, өзінің властьтағы орнын бірінші орынға қояды. Сөйтіп адамдар оны амал жоқ, өзі сөйтіп көрсетіп тұрғаннан кейін адамдар оны сол нәрсе үшін сыйлап бастайды да. Ол іштей сезеді, ертең ана нәрсесі жоғалып қалатын болса, олар менімен ашық сөйлесе алмайды. Сөйтеді да ана адамдарға эгомен қарап жүріп, ол адамдармен келетін Құдайдан берілген мүмкіндіктерді көрмей қалады. Менсінбегендіктен. Аналар мүмкіндік айтады, мынаны былай жасайық, мынаны сөйтейік дейді. Қыстырмайды бұл. Өйткені уже өзін мықты, уже өзін артық санайды да. Или өмірінде подносым жатқан, мұрнының алдында жатқан мүмкіндіктерді көрмей қалуына өте үлкен себеп болады осы эго. Бір жағынан эгосы бар адаммен ешкім жұмыс жасағысы келмейді. Эгосы бар адамнан клиент те алғысы келмейді, эгосы бар адаммен партнердар да жұмыс жасағысы келмейді. Эгосы бар адам ол жұмысқа келген кезде өзінің важнысын көрсетіп, ақырып, типа система дұрыс емес екенін айтып, адамдарға тиісіп, командасын мазасын алып, операциондан шығамай жатырмын деген сылтау айтады. На самом деле өзі шыққысы келмей жатыр. Бұның подсознательный түрде эгосы ана жақта барып өзінің важнысын көрсеткісі келіп жатыр. Пока бұл емделмейінше, ол кәсібін өсірмейді, өзінің кәсібін өзі өсірмейді. Не істейді? Араласа береді мамандардың тірлігіне, сенбейді ешқайсысына. Не істеу керек бұл кезде? Өзіңнің эгоңның жаңа важны сезіне алмай жатқан нәрсесін психологтың алдына, менің алдыма кеш, жұмыс жасайық, сол эгоңның важны сезіндірейік, жұмыс жасайық. Сосын барып сен уже жұмысыңа барып, өзіңнің командаңның алдында важны екеніңді сезіндіргің келмейді да уже. Сен уже командаңның важны екенін айтып бастайсың. Сен оларға важность беріп бастайсың. Солармен бірге нәтиже жасап жатқаныңды мойындап түсініп Құдайдың алдында. Оларға дұрыс отношение жасаған арқасында сенің командаң мықты болады, өздерің важнысын сеніп, сен важнысын сезінгендіктен жұмысын артығымен істеп, сені и так та операционкадан шығарып тастайды.
бәсеке шығып тұрыңыз, біз өзіміз ақ жасай береміз деп ар души артығымен істеп тастайды. Көп кәсіпкерлердің не үшін өсе алмай жатқанына бірінші кедергі болатын нәрсе осы эго. Және эгоның бейшаралық халінде. Мысалы біреулер айтады, мен қолымнан келмейтін сияқты бастай алмай жүрмін, үйде отырып қалдым, немесе ойыма келіп жүр бастамай жүрмін деп ұзақ жүріп қалады. Не үшін? Тоже эго. Потому что оның психикасы, подсознаниесі келесі 7-8 қадамнан қорқып тұр. Ол 7-8 қадам қандай? Мен қазір бастаймын осы товарный кәсіпті. Бастағаннан кейін мысалға бір 5-7 қадамда мен қадалып қалатын болсам, мен қасымда адамдар күледі, кәсіп істей алмады деп. Мен олардың алдында абыройым түсіп қалады. Мені қоғам қабылдамай қояды. Өйткені бала кезінде бұған қателік жасаса, қабылданбаған травмалары бар да. И автоматты түрде қазір де сөйтіп қорқады. Значит, бұның ішінде эгосы не деп тұр, санасы, менің абыройым уже жақсы, сырттай қарапайым болып көрінуге тырысқанмен, абыройым уже жақсы, мен бірдеңеге қадалып қалып, абыройым түсіргенше лучше осылай жүре берейін абыроймен. Көп адамдардың жаңағыдай блог бастамайтындығы, жеке бренд бастамайтындығы, көп адамдардың кәсіп бастамайтындығы, немесе жүріп тұрған кәсібін онлайнға өткізбейтін себебі, мен абыройымды түсірмей қояйын, мен шықпай қояйын, мен системамен бүйтіп басқарамын деп өз-өзін алдайды да. Хотя қазіргі заман ол жеке бренд ауадай қажет заманда, ол ақиқатқа тура қарамай осылай қашып қарыздарға кіріп жатады. Так, келесі, ол сезімді дұрыстау, шекараны дұрыстау, қате келісімдерді дұрыстау. Бұл нәрселер де қаржыға тікелей әсерін береді. Өйткені көп адамдар бізде өзінің сезімдеріне мән бермейді. Өзінің сезімдерін ашық айта алмайды. Сол үшін біреуге бірдеңе дәлелдеу үшін кәсіп істеп жүреді. Ондай кәсіп ұзаққа апармайды да. Ондай кәсіп оны жандырмайды. Ондай кәсіп оған энергия бермейді. Ондай кәсіптен нормальный ақша да келмейді. Дұрыс шекара қоя алмау, сотрудниктармен, клиентпен, өзін мынандай адамдар бар, өкінішке орай, өте көп біздің қазақтардың арасында. Өйткені біздің ата-әке-шешелеріміз дұрыс тәрбиелеген ғой соған қатысты. Бірақ біз қате қабылдап қалғанымызда басқа адамның қиналуына рұқсат бере алмаймыз біз. Мысалға қоғамда бір көшеде 1000 адам өмір сүріп жатса, бір көшеде, соның бір 10-ау қиналып жатса, 10 адам, 10-ау деген сөз жоқ, 10 адам қиналып жатса, 1000 адамның. Біз сол 10 адам өзінің жалқаулығынан, өзінің әлсіздігінен, өзінің тәкаппарлығынан, өзінің қорқақтығынан, өзінің білмеймін тәубе етпегендігінен сөйтіп қиналуына біз рұқсат бере алмай, солар үшін жанымызды ашып, қиналып, жүрегіміз ауырып, сөйтіп өз-өзімізді ауыртып жүреміз. Шын мәнінде не істеуіміз керек? Біз оларға көмектесе алсақ, Құдай үшін көмектесуіміз керек. Көмектесе алмасақ, тыныш отыруымыз керек. Неге? Өйткені сол 10 адамға сенің жасаған проекцияң, мына жақта 990 адамға сен продукцияңды дұрыс сатпайсың. Араларыңызда болды, товар алдыңыздар, немесе услуга саттыңыздар, сөйттіңізде сіздің ішіңізде жаңағыдай клиент келіп бірден сұрайын деп жатса, сіз ана адам сұрамай жатып оған скидка беріп тастап, немесе сатудан қорқып, сатуды тықпалау деп көріп, ана адамның жағдайын уайымдап кетіп, қоғамда ондай жағдай қиын отбасылар бар, бірақ 1000-нан 10 адам ғой ол. 1000-нан 10 адам. Сен сол 10 адамды көргенсің да, мына жақта 990 адамға услугаңды сатудан қорқып, ұялып, қашып жүрсің. Еще оларға сен сөйтіп реакция бересің да, как будто олардың жағдайы қиын сияқты. И олар 990 адам астында люкс мініп жүрсе де, саған қарызын қайтармайды, саған товарыңа скидка сұрайды, сөйтіп күйдіреді. Өйткені сенің ішіңдегі проекция дұрыс шекара қойылмаған. Ол деген сөз, сен кәсібіңді благотворительностьқа айналдырма. Бұл өте маңызды нәрсе. Сенің кәсібіңнен түскен ақшаны благотворительностьқа бөлсең болады. Бірақ кәсібіңнің өзін благотворительность қылып жүруге болмайды. Благотворительность деп аш ондай деланы да. Кәсіп па кәсіп деп аш. Шекараны дұрыс ажырат өз-өзіңе кәсіпкер ретінде. Өйткені сен бүкіл қоғам жаңағыдай страдать етіп жатыр деген идея сенің басыңда шіріп жатқан болса, онда сен ешқашан кәсіпкер бола алмайсың. Ешқашан дұрыс адамға дұрыс услуганы жеткізе алмайсың, сата алмайсың. Осындай моменттер. Және ең соңғысы ол қате келісімдерді дұрыстау. Мысалға, сотрудниктермен дұрыс сөйлесіп, үнемі переговор жасап, қайтып жаңадан түсіндіріп, дұрыс түсінбесе қайтып айт деп ашық болу өте маңызды қазіргі заманда. Клиентпен де сөйтіп ашық болу, қоғаммен, жұбайыңмен, үйіңде бәрімен келісімдерді үнемі жаңғыртып, ашық бір-біріне түсінікті болып отыру ауадай қажет. Жалпы өмір деген тек қана ақшадан тұрмайды ғой, өмір осы отношениеден тұрады, бір-бірімізді түсінуден тұрады. Егер бір-бірімізді біз жақсы түсінетін болсақ, ақша табу қатты қиын емес. Алла тағала ризықты кең қылып қойғанша, Алла тағала шексіз бай, бүкіл мүліктің, ризықтың иесі Алла. Біз ойлаймыз ғой, жаңағыдай бізді тамақтандырып жатқан мемлекет, бізді тамақтандырып жатқан диқаншылар деп. Шын мәнінде бізді тамақтандырып жатқан Алла тағала. Біз осы нәрсені ұмытпауымыз керек. Келесі, адам өзінің подсознаниясінде керек ақшаны ғана табады,
қалған ақшасын емес. Ал парадокс, адам өзіне не керек екенін білмейді. Ал керек болса, адам өзіне керек ақшаны ғана табады, қалағанын емес. Ал көп адамдар өзіне не керек екенін білмей жүр дейді. Қызық па? Шынымен сондай, иә? Мысалға сіздің отбасыңызға, кәсібіңіздің жүріп тұруына, арендаңызға, басқаға, айлыққа, фотқа, жаңағы не бар, бала шағаңыздың садигіне, тамағына жететін ақша бар ғой, иә? Қанша сумма ол? 500 мың ба, 1 миллион ба, 2 миллион ба? Сіз сол сумманы тауып береді сіздің психика, ше? Бірақ қалаған ақшаңыз таппайды. Мысалы, сіз қалайсыз 100 миллион табуға айына? Бірақ таппайды оны психика. Неге? Өйткені подсознание приоритет қойған кезде маңызды нәрсеге ғана қояды. Маңызды, сен қалауыңды маңыздылыққа қоя алмағансың, тек қана керек нәрсе маңызды деңгейде тұр, сол үшін сен керек ақшаны ғана табасың. Соның өзінде кейбір адамдар даже керек екенін білмей жүргендер бар да, өкінішке орай. Мысалы, қаншама ер азаматтар жүр, жұмыс істемейді, үйінде бала шағасы, әйелі бағып жатыр. Ол айтады, жұмыс жоқ қой деп қояды. А на самом деле ол өзіне түсіндірсе, мен еркектік міндетім осыларға қызмет қылып, Құдай ризықты мен арқылы жеткізеді, түбі келеді, мен еңбек ете берейін деп бір жерде 3 жыл істесе, бәрібір ол тесіп шығады ше, бір жерден ше. Бірақ та өкінішке орай көп адамдар өзіне не керек екенін білмейді да. Психологически қуып тұрған, немесе басқа да бір тақырыптармен шатасып тұрған кесірінен өзінің отбасыдағы міндетін 100% ала алмайды. Немесе әйел адамдар мысалға өзінің 100% бірінші отбасыдағы балаларды балиғат жасқа дұрыс тәрбиелеп өсіру деген жоспарын емес, ақша тауып кәсіпкер болу деген жоспарды бірінші орынға қойып қояды да. Өзі не керек екенін білмейді да, не керек екенін. Сөйтіп орнын шатастырып, хаос қылғандықтан оның кәсібінде де, табысында да хаос болып, сөйтіп қарызға кіріп кететіндер бар. Сол үшін бірінші психологически өзімізге не керек екенін нақты бекітіп қағазға түсіріп жазып алайық. Маған не керек? Отбасыма не керек? Мен қайсысына жауаптымын? Приоритет бойынша бірінші орында қайсысы тұрады? Осының бәрі четко болатын болса, сенің подсознаниең уже, бізде расход андай екен ғой. Мен садигім мынандай екен ғой, бала шағамның. Менде мынау бар екен ғой. Менде болашаққа мынаны жинау керек екен ғой, инвестицияға мынанша тастап отыр екен ғой деп бәрін есептеп, сен психикаң түсінеді, мына ақша маған керек. Уже сіздің психикаңыз сол ақша әкелетін салаға қарай әрекет жасап бастайды. Сол ақша әкелетін білімдерді үйреніп бастайды. Сол ақша әкелетін еңбектерді сіз жасап бастайсыз. Сізде психикада мақсат пайда болған кезде сізде автоматом энергия көтеріледі. Окей? Келесі, көп адамдар негізі табысты әкелетін, не әкелетінін біледі ше, ешкім тупой емес. Университет бітірген любой студенттен сұрасаң, қалай ақша табуға болады деп, ол жолдардың бір кемі 10 жолын айтып береді, қалай ақша табу керек екенін, қалай отбасын бағу керек екенін, қалай армандағы көлігіңді алу керек екенін. Любой студенттен сұрасаң, қазір саған айтып береді 10 жолын кемі. Бірақ сұрақ, сол нәрсені біліп тұрып, бірақ жасамауға не себеп болады? Жасамауға. Сол ключевой әрекетті, сол сен табыс әкелетін ключевой әрекетті жасамауға 4 түрлі себеп бар екен. Біріншісі ол шаршау, выгорание, 4 түрлі шаршау бар. Психологический, бірінші рухани, екінші физический, үшінші менталды, төртінші эмоционалды. Осы 4 түрлі шаршау болатын болса адамда, оның психикасы жаңағы біліп тұрса да, қалай ақша келу керек екенін, қалай экономдау керек екенін, қалай табыстау керек екенін, қалай қимылдап, уақытылы ұйықтап, ерте тұрып еңбек қылу керек екенін түсініп тұрса да, мимен оған білім жетпей жатыр емес, оған кітап 10 рет оқудың қажеті жоқ. Оған осы шаршауды шешу керек бірінші духовный, екінші духовный деген не ол? Құдаймен қарым-қатынас, тәубең, шүкіршілігің, Құдайды тануың, өзің тануың. Екінші физикалық, дұрыс ұйықтау, дұрыс тамақтану, спорт. Үшінші менталды, эмоционалды. Төртеуі қатар жұмыс жасау керек та, қатар шаршауыңызды реттеу керек. Екінші ол психотравма. Мысалға сіздің сатуға қатысты травмаңыз бар, немесе ақша ұстауға травмаңыз бар. Сіз қанша ақша табуыңыз мүмкін, сіз оны сливать етіп жоқ қылып жібере бересіз. Немесе сатуға травмаңыз болса, сіз біреулерді қойып қоясыз, олар сіз сияқты сата алмайды. Сіз қалағандай сата алмайды, сіз көңіліңіз қалып кәсіп жауып тастайсыз. Өзің сатып үйрену керек. Яғни травмаң бар ма, психологпен барып жұмыс жасап тастаған, терапия өткен дұрыс. Келесі, яғни сол сатуға қатысты қорқынышың бар ғой, өзіңді қабылдамай тұрған, сол тақырыптарды терапия өту керек. Үшінші, бізде қажеттілікті сезіне алмау. Қажеттілік деген нәрсе, орысша айтқанда потребность, нақты керек нәрсе ғой. Мысалға, көп мысал келтіреді, мотивация деген кезде. Туалетке барғысы келіп тұрған адам мотивация іздемейді, ода қажеттілік бар. Қазір барып, ол нуждасын орындау керек. Егер орындамаса, ол бұтына жіберетін болса, ұятқа қалады. Оған маңыздырақ, туалетке бару қажеттілігі маңыздырақ, чем мына жақта достарымен әңгіме айтқаннан қарағанда.
туалетке бару қажеттілігі маңыздырақ, чем мына жақта жұрттан ұялып тұрып кезек күтіп тұрғаннан қарағанда. Егер ол қатты қысып тұратын болса, ол әйелдердің туалетіне кіріп кетеді, ол кезек күтпей ше. Мысалға да ұяттың өзі жоқ болып кетеді ол жерде. То есть қажеттілік бірінші орында тұрады. Әрине деңгейіне қарай ғой. Және ең соңғысы ол қарым-қатынастағы келісімдердің қате болуы. Осы 4 түрлі себеп болатын болса, адам біліп тұрып бірақ жасамай қашып жүре береді. Мысалға қарым-қатынастағы келісімдер қате болу деген не ол? Мысалға алдын бір әйел кісі келеді бізге. Мен күйеуім де енем де дейді, маған үйлене салып айтқан дейді. Қандай табыс тапсаң да сенің ақшаң менікі деп айтқан дейді, енем айтқан дейді. Қазір не жұмыс жасасам да менің 100% айлығымды алып қояды дейді. А мен қазір кәсіп аштым, кәсібім жүрмей жатыр дейді. Парадокс. Сіздерге сұрақ, не үшін ол әйелдің кәсібі жүрмей жатыр? Вроде ол мықты кәсіпкер еді бұған дейін. Потому что бұның бүкіл ақшасы енесіне кетіп жатыр. А бұның психикасы не дейді? Мен бессмысленно для другого просто так біреу үшін жұмыс жасағым келмейді дейді адамның психикасы. Сол үшін егер де сіздің табысыңыз дальше артып кете бергенін қаласаңыз, қарым-қатынастағы келісімдерді дұрыстап алыңыздар. Өзіңіздің де қажеттілігіңіз болу керек ішінде. 100% біреуге өзіңді құрбан қылып жүргеннен, ертең денсаулығың кетіп, сен өзіңді құрбан қылып ауырып қалғанда, олар саған құрбан болмайды. Сол кезде ренжисің бостан босқа. Сол үшін даже бала-шағаң, келіншегіңді бағып жатқан болсаң да, оны Алла разылығы үшін, ал плюс Алла беріп жатқан ризықтан міне менің өзімнің қажеттілігіме де осы 5-10% деп бөліп қойып отырған дұрыс болады. Өйткені сіздің психика, подсознание түсіну керек, ол ақшаны бекер тауып жүрген жоқ екендігін. Хотя бы айына бір рет массажға, айына бір рет терапияға, айына бір рет өзіңнің бір жеңілдікке келуіне көмектесетін нәрселер, денсаулыққа қарауға, дұрыс тамақтануға, спорт залға деген сияқты сен төлей алуың керексің. Так, келесі, егер сізде өзіңіздегі осы тақырыптардың барлығын дұрыс шешкіңіз келсе, немесе жақындарыңыздағы осы денсаулық, қарым-қатынас, қаржы, біз 3 бонус сабақта сіздерге көрсетіп өткен, қысқа нұсқа болсын, көрсетіп өткен тақырыптардағы мәселелер сізде бар екенін сезсеңіз, ол тақырыптарды бір жолата өзіңізде шешіп алғанын қаласаңыз, осы тақырыптардың түбімен жұмыс жасауға, бір жолата өзгертуге көмектесетін менің сізге бір ұсынысым бар. Дайынсыздар ма? Бұл біздің сіздерге арналған аудиотерапияларымыз. Аудиотерапия дегеніміз не? Бұл медитация емес. Шатасқанмаңыздар. Медитация деген адамның ойын тынышталдырып, денесін тынышталдыратын нәрсе болса, терапия деген нәрсе сенің жеке тәжірибеңе балалық шаққа түсіріп, сол кездегі қате қалыптастырған ойларыңа тәубе етіп, ауыстырғызып, сөйтіп алып келіп, сені кәдімгідей психологпен отырып терапия өткендей бірдей жұмыс жасайтын тақырып. Бұл аудиотерапияның негізі, бұл нәрсенің мен жүрегіме түскеніне 1 жылдан асып кетті, негізі бар ғой. Нақты істеймін дегеніме жарты жыл болды. Міне істеп біттім, Аллаға шүкір, соңғы 6 айдың ішінде. Арнайы тақырыптар. Бұл аудиотерапияда универсальный қылып істей алмайсың, арнайы тақырыптарға істейсің. Самооценкаға бөлек, қазір мен сіздерге тақырыптарын түсіндіремін. Бірінші аудиотерапия не екенін, тарихын түсіндіріп жіберейін, қалай келгендігін бізде өнім болып. Бұл біздің жаңа өнім, сіздерге өте пайдалы, ең мықты өнім деп айта аламын, мақтанып, Аллаға шүкір. Бұл аудиотерапия жүрекке түскен менің сезімнен келген бір, сезімнен шыққан шынайы продукт деп айта аламын. Көп адамдарға біз жеке терапия өтемін ғой мен 4 жылдан бері. Ол жеке терапия кезінде адамдарда әртүрлі травмалар шешіліп, неше түрлі аурулардан жазылып жатыр, себепкер болып жатыр, неше түрлі қарым-қатынас тақырыбы шешіліп, даже 1-2 терапия өткеннен кейін бірден ақшадан потогым ашылып кетті, ақша былай келіп жатыр деп отзывтар жетіп жатыр. Оны Instagram парақшадан көрсеңіздер болады. Мен ойландым, дәл осы аудиотерапияларды көбірек адам өту үшін, потому что менің жеке терапиям кішкене қымбатырақ тұрады. Бағасы 100 000. Біздің мамандарда 30 000. Біздің академиямыз бар, психосоматолог мамандар. Ол бағасы терапиясы 30 000 теңгеден. Менен өтетін болсаңыз 100 000-нан, менің ұстаздарымда 300 000-нан. Бір кісілер бар, біздің методикамен ақшамен жұмыс жасайтын. 300 000, 200 000 кемі. Мен ойладым, бұл терапиялар бүкіл адамға керек қой. Мен 3 жылдан бері бүкіл тақырыптарымды айтып жүрмін эфирлерінде адамдарға. Психологиялық курс алмаңыздар, егер терапия болмаса, курс оқыған саған көмектеспейді, сенің миыңдағы жеке сценарийің өзгермесе, немесе сол курстың ішінде сізге жеке терапия жасалмаса, терапия деген болу керек деп мен қақсап айтып келатырмын. Неге? Өйткені мен практик маман ретінде түсінемін. Адамның подсознательный түрде балалық шақта қалыптасқан негативті опыттағы установка, яғни жатталған сценарий миында өзгермейінше, сен аяқтан санасына қанша түсіндір, сценарий бәрібір жеңіп шығады. Сол сценарий жеңіп шыққандықтан конфликттің кесірінен ауырады адам,
ұрсады және қаржыдан жаңа деңгейлерге шыға алмай жатады. Вот осы тақырыптарды қолжетімді қылып, көп адамдарға бұл бағаны қолжетімді бағамен және 6000 теңге әр терапия, аудиотерапия 6000 теңге бағасымен және 1 жылдық доступпен. Чтобы бұндай тақырыптар, өйткені менің алдыма келіп жатқан кейстерде әртүрлі тақырыпта қайталанады да. Мысалы, бір тақырып жиі қайталануы мүмкін. Бір жылда сол тақырыппен 3 рет келуі мүмкін терапияға ол. Не істейміз біз? Сол тақырыпты ол аудиотерапиямен жасасам, біздің кемелдік методикасы бар. Сол методиканы мен аудиотерапияға сол формуламен әр тақырыпқа жеке-жеке сөздерімен жасап шығардым. Сіз бұны 1 жыл бойы, басында 6 ай деп ойлағам, кейін 1 жыл деп шештім. 1 жыл дегенде андай емес, 365 күн емес. 2026-ның Алла қаласа соңғы декабрьдің 30-на дейін сіздерге доступ ашық болады. Яғни қаншалықты ерте сатып аласыз бұл сабақты, соншалықты көбірек қарай аласыз деген ғой, көп күн. Өйткені 1 жыл дейтін болсам 27-ге өтіп кетесіз, а 27-де мен бұны өзгертуім мүмкін да. Яғни доступ біту керек 26-ның соңында. Қысқасы 26-ның соңына дейін қанша жыл бар, қанша уақыт бар бізде? Тура 1 жыл уақыт бар. 1 жыл сіз осы тақырыптардың барлығын қайта тыңдап, бұл адамның эмоционалдық күйін өзгертуге көмектеседі. Бұл ішкі қысымды босатуға, жаңа сценарийларды өзгертуге көмектеседі. Және бұл адамның ішкі сезімдерін тыңдап, санасымен және түп санасы деңгейде өзімен жұмыс жасауына көмектеседі. Бұл аудиотерапия жай медитация емес, бұл жай лекция, сабақ емес. Бұл кәдімгідей құлағыңызға тыңдап қоясыз, видео сабақ емес, аудио құлағыңызға тыңдап қоясыз. 20-25 минут терапия өтесіз. Әр тақырыпқа жеке-жеке. Қандай тақырыптар бізде бар? Біз осындай 12 аудиотерапия жасап шығардық. Ең жиі кездесетін, ең көп қайталанатын тақырыптар. Біріншісі анамен сепарация, эмоционалдық сепарация, ананы қабылдау тақырыбы. Екінші, әкемен эмоционалдық сепарация, әкені қабылдау терапиясы. Үшінші, тәубе терапиясы. Төртінші, шүкіршілік терапиясы. Бесінші, өзіңді қабылдау терапиясы. Балалық шақта жалғыз сезініп қалған, қорқып қалған, таяжап қалған тақырыптар. Және алтыншы, өзіңнің ішкі құндылығыңды қабылдау терапиясы. Осы бонус сабақтарды көру кезінде айтып өттім, кейбір тақырыптардың түбінде құндылықты қабылдамау деген нәрселер. Әсіресе ақша табуға қатысты. Құндылығын қабылдау терапияны өткен адам, ол уже сыртқы факторға, сыртқы жоқ нәрселерге фокус қоймайды. Іші толыққанның болғанның арқасында сыртқы бар нәрселерге фокус қойып, әрекетте болуға ода шанс көбейеді. Және екінші пакетте біз әдейіге 2 пакетке бөлдік. Қазір не үшін екенін түсіндірем. Екінші пакетте не бар бізде? Қорқынышпен бетпе-бет келу, өз минусыңды қабылдау, самооценканы реттеу терапиясы, жүрекпен тыңдау аудиотерапиясы, қарым-қатынасты жаңғырту аудиотерапиясы және ақшаға қатысты қорқыныштарды жеңу аудиотерапиясы. Не үшін бұлай 2 пакетке бөлдім? Себебі басында біз бұлай ойладық, әр терапияны жеке-жеке 6000 теңгеден бөлек-бөлек сатамыз деп. Енді қолжетімді болсын, әркім өзінің керегін алсын деп. Кейін біз тест жасадық, өзіміздің соңғы 3 айдың ішінде бизнес завтрактар ұйымдастырдық. Әдейіге бизнес завтракқа келеді шәкірттер, оқырмандар келеді, біздің завтракқа отырамыз, таңғы ас ішіп жатқан кезде 2 сағат сөйлесеміз, сосын 3-ші сағат осы аудиотерапияларды мен оларға оқып беремін. Қалай әсер ететіндігін тест жасадық. Кейін тренингтерде жасап көрдім онлайн, кейін өзімнің шәкірттерімде қолданып көрдім тест жасап. И түсіндік, бізде бір аудиотерапия келесі 2-3 аудиотерапиямен қатар жүру керек екен. Өйткені мысалға сізде бір тақырып бар, мысалға сізде тер ауруы бар, экзема, псориаз деген сияқты бір тер аурулар. Кімде қандай тақырып бар? Витилиго болуы мүмкін, аллергия болуы мүмкін. Тер ауруы адамның өзін қабылдамауы деген тақырып. Өзін құндыландыру және подавленные эмоциялар дейді. Так, бұл қай пакетке жатады? Бірінші пакетке жатады. Өзінің құндылығын қабылдау, өзіңді қабылдау, шүкіршілік, тәубе және ата-анамен сепарация. Өйткені кейбір подавленные эмоциялар ол біздікі емес, ол қорытылмай жатыр, потому что біздікі емес. Оны біз балалық шақта біреуден көшіріп алдық, ата-анадан. Соны эмоционалдық сепарация жасап ажыратып, оның бөлек тұлға, мен бөлек тұлға демейінше, сенің тер аурудан да жазылуың өте қиын. Қысқасы, мынау аудиотерапияны мен тек қана анамен сепарацияны жаса деп мен сізді жіберіп жіберетін болсам, сізге артынан әкемен сепарация керек болып қалады. Сізге өзіңді қабылдау терапиясы керек болып қалады. Қысқасы 2 пакетті сондай қылып жасадық. Мына пакетті алғанда, мынау 6-ауы бір-бірімен связанный. Мына 2-ші пакет 6 аудиотерапия бір-бірімен связанный. То есть, қорқынышты жеңу үшін самооценканы реттеу, минусыңды қабылдау және жүрекпен тыңдау, қарым-қатынасты жаңғырту өте маңызды. Көрдіңіз бе?
бір-біріне байланысты қылып осылай 2 пакетке бөлдік. Әрқайсысы бағасы 6000 теңгеден болатын болса, өздеріңіз догадывайтесь отқан шығарсыздар. Әр пакет бізде 36 000 теңге болады. Так, анамен сепарация деген бірінші құндылықтарын түсіндіріп өтейін сіздерге. Анамен сепарация аудиотерапиясы сіздерге анаңыздан көшіріп алған кейбір ауыр сезімдерді, өзіңіз білмейтін, неше түрлі қорытылмай жүрген сенімсіздік, өзіңіз белгілерін айтайыншы. Сенімсіздік, өзіңді қабылдамау, денеңнен ләззат алмау, уақытыңнан ләззат алмау, өзіңе демалуға рұқсат бермеу, суббота воскресеньесін жұмыс жасау, тағы не, қарым қатынас құра алмау, күйеуіңмен ұрысып қала беру, әйеліңмен ұрысып қала беру, қоғаммен ашық сөйлесуден қашу, социальный сетке шығудан қашу, ұялу жұрт не дейді деп, тағы не, жай ғана бақытты болып өзіңнің эмоцияларыңа жауапкершілік алып бақытты ересек позицияда өмір сүруге осы анамен эмоционалдық сепарацияның болмауы кедергі болады. Осы тақырып шешу үшін осы эмоцияны шешетін аудиотерапияны өтесіз. Екінші, ол әкемен қарым қатынасты, яғни эмоционалдық сепарацияны өтетін терапия. Бұл аудиотерапияда не өтесіз? Сіз қандай белгілер болған кезде осыны өте аласыз. Егер де сізде қорқыныш болатын болса, сенімсіздік болатын болса, шешім қабылдау қиын, ұзақ жүріп қалатын болсаңыз, және өзіңізден статусы жоғары, сәл жасы жоғары адамдардан сәл қорқыныш пайда болатын болса, өзіңіз солармен салыстырып қала беретін болсаңыз, қоғамда статусыңыз өспей жатқан болса, адамдармен қарым-қатынас кезінде өзіңіздің қорғансыздығыңызды байқап жатқан болсаңыз, және ақша табу кезінде сенімділік нақты нық қадамдар болмай жатқан болса, бұның барлығы әкемен эмоционалдық сепарацияның болмағандығы, яғни әкені қабылдау, әкенің күшін қабылдау деген аудиотерапия бұл. Эмоционалдық сепарация екеуінің бөлек тұлға екендігіңді, және әкені қабылдау бар ішінде әкеңнің күшін, даналығын, егер әкеңе қатысты триггерің, ренішің бірдеңе болса, осы аудиотерапияда уже шешіліп кетеді. Және келесі бізде тәубе терапиясы. Бұл кімге көбінесе керек? Бізде көбінесе жақындарымыз бар, бала-шағамыз, әйеліміз, күйеуіміз, әке-шешеміз, оларға тәубені бүйтіп айтып отырсаң, үйде кетші дейді ғой сізге, дұрыс па? Сабақ айтпашы маған, ұстаз болмашы дейді. Біз не істесек болады? Осы тәубе аудиотерапиясын оларға тыңдатып, тәубенің неден тұратындығын, оның маңыздылығын, және сол аудиотерапия барысында уже өзінің күнәларына іштей тәубе ететін қылып көмектесе аламыз. Яғни сіз мына терапия пакетті сыйлау арқылы сіз ата-анаңызға, жақындарыңызға, бауырларыңызға, әйеліңізге, күйеуіңізге уже мына дүниеде тәубе етіп тазарып жолының ашылуына себепкер боласыз. Құранда Алла тағала уәде еткен, тәубе еткен адамның жолын ашамын дейді. Тәубе ғана адамның жолын ашады, адам жолын ашамайды. Сіз не істей аласыз? Жақындарыңыздың және өзіңіздің тәубені тереңірек түсініп, тереңірек жасауына осы аудиотерапия арқылы көмектесе аласыз. Шүкіршілік аудиотерапиясы. Бұл шүкіршілік аудиотерапиясында тоже көп адамдар шүкіршіліктің мағынасын білмейді, тек қана жаңағыдай әдет ретінде қалыптасқан. Негізі шүкіршілік ету деген нәрсе ол терең жан дүниемен, психикамен қабылдайтын тақырып. Оның психологиялық және діни шарттары ішінде, осы аудиотерапияның ішінде айтылған. Сіздің өміріңізде разылшылықпен өмір сүруге, қабылдауға, толыққанды үнемі бақытты сезінуге осы аудиотерапия ауадай қажет. Келесі, өзіңді қабылдау. Бұл көбінесе өзін сынай беретіндер, өзіне өте көп талап қойып, өзіне қателесуге рұқсат бермей, робот болып жүретіндер бар ғой, Олар біреудің де қателесуіне рұқсат бермейді, бұндай адамдар ше. Біреудің қателесуіне, біреудің жалқау болуын, біреудің әлсіз болуын көтермейді. Көбінесе кейбір отбасыларда байқайсыздар ма, мамалары папасының жұмыс істемегенін немесе әлсіз болған, кейбір нәрседе жалқау болып отқан қабылдай алмай ұрсып отырады, осындай деп ше. Не үшін? Потому что бұл әйелдің өзінің әке-шешесінде бәрі идеальный болған ғой, көп еңбек еткен, бұл да соны алып, бұл да сөйтіп еңбек етемін деп өскен, бірақ өзіне жалқау болуға, әлсіз болуға рұқсат бермеген да, өзін қабылдамаған, грубо айтқанда, өзін қабылдамаған. Ол автомат түрде өзін қабылдамау деген сөз қателесуге рұқсат бермеу ғой. Мен қателесіп қалатын болсам, мені қабылдамай қояды деген қорқынышпен жүрген адам, ол өзіне өте көп сын айтады, ішкі конфликттерге беріле береді, өзімен келісім болмайды. Өзімен нақты ішінде гармония болмағаннан кейін, ол қалауларын ашық айта алмайды ондай адам. Ол всегда өзін жалғыз сезінеді, қасында жұбайы болса да өзін жалғыз сезінеді, қалып қойған сезінеді, внимание жетпей жатқан сияқты сезінеді. Өйткені бәріміз бала болғанбыз. Бала кезде балиғат жасқа толмай тұрып, қыздарда 10 жас, ұлдарда 13 жас, балиғат жасқа толмаған кез келген адамның ішкі ең үлкен қорқынышы баланың ол жалғыз қалып қалу. Ондай тақырып бәрімізде болды. Кішігірім болса да бәрімізде болды. Сол тақырыптардың барлығына өзіңді қабылдау аудиотерапиясы көмектеседі. Және ең соңғысы құндылығыңды қабылдау аудиотерапиясы, бірінші пакеттің соңғы терапиясы. Бұл
адамдардың көбісінің ішкі құнсыздандыру, өзін құнсыздандыру, біреуді құнсыздандыру деген тақырыпты және өзінің ішкі бағасын сезінбегендіктен іште пустота сезініп, қаншама әйелдер жүр, орамалын шешіп тастап, ішкі пустотасын сезініп, көп еркектер зависимостьқа кетіп қалып жатыр, ойынға, компьютерге, басқаға, білмеймін там. Ішкі пустотаны выдержать ете алмағанда адам әртүрлі тәуелділіктерге кетеді, әртүрлі сыртқы сенімділік қалыптастыратын сыртқы атрибуттарға қатты фокус қойып бастайды. Ол не? Адамдардың алдында күшті көріну, қымбат заттар алу, керек емес заттар алу, өзін дәлелдеу, сондай нәрселерге беріліп кетеді. Қысқасы, ішкі құндылықты қабылдау автоматты түрде сенің өзіңе деген құрметіңді және айналадағы адамдардың саған деген құрметін көтереді. Осы 6 аудиотерапия бірінші пакет болса, екінші пакет таныстырайын. Екінші пакет бізде қорқынышпен бетпе-бет келу аудиотерапиясы. Бәрімізде адам болғаннан кейін нәпсі бар. Нәпсіде бір қорқыныш бар. Ол қорқыныш жалғыз қалып қалу және өліп қалу қорқынышы. Бірақ ол қорқынышты ол әртүрлі қылып көбейтеді. Мен адамдар сатып кетсе ше, жалғыз қалып қалсам ше, ақшамнан айырылып қалсам ше, қадалып қалсам ше, жұмысымнан шығып кетсем, көшеде қалып кетсем ше, неше түрлі қылып шығара береді ол нәпсі ше, қорқыныш ше. Бір қызығы, сіз бұл қорқыныштан саналы түрде ойланбай, қойшы, өтірік әңгіме ол, қойшы деп тыңдамай қашқан сайын, сенің санаңдағы сол қорқыныш сені одан сайын қауіп болып күшейіп, бүйтіп үлкейіп, сені қорқытып бастайды. Және өзіңнің өміріңді өзің басқара алмай, қорқынышың басқарып кетуіне себеп болады. Сол үшін де қорқынышпен бетпе-бет келу адамды емдейді, қашу адамды ауру болады. Көбінесе денсаулықта тақырып болып жатқан кісілер, сенімсіздікке беріліп жатқандар, басқа бауыр ауырып, бүйрек ауырып жатқан, ренжіп қалып жатқан, негізі любой эмоцияның астында осы қорқыныш жатыр, білесіздер ма? Мысалға, ашудың астында маған әділетсіздік жасалады деген қорқыныш жатыр. Реніштің астында мен шекарама өтті деген қорқыныш жатыр. Кінәлаудың артында реніштің артында мен ойлағандай болмай қалды деген қорқыныш. Кінәлаудың артында менің шекарам өтті деген қорқыныш. Ұялудың артында мені қабылдамай қояды деген қорқыныш. Осындай қорқыныштардан тұрады негізі. Біз қорқынышпен бетпе-бет келіп, жұмыс жасау деген аудиотерапияны алып, сіздің әр қиялыңызда сәл болсын жүрген, бүйтіп мелкін етіп жүрген қорқыныштарды осы аудиотерапиямен күніге қайталап шешіп тастайтын болсаңыз, қаншалықты сіз қорқынышпен бетпе-бет келесіз, соншалықты өміріңізде үлкен жетістіктер жасап, өз өміріңізді, өз эмоцияңызды, өз шешімдеріңізді, қадамдарыңызды өзіңіз басқаратын боласыз. Және жүрегіңізбен өмір сүріп бастайсыз. Жүрекпен өмір сүру деген өте керемет бақыт ол. Алла тағала жүрегіңе сезім салады, сол бағытпен жүресің, дұрыс бағытта, керемет әдемі кете бересің. Келесі аудиотерапия ол минусыңды қабылдау. Өкінішке қарай көбімізде қазақтарда бізде ұялу бар, иә. Тойханаға барсақ, микрофон сен ал, мен ал деп тұратындар бар. Сөз сөйлесе ұялып қалатындар бар, иә. Сөйлесе де ойым жеткізе алмай қаламын деп қорқатын кәсіпкерлер бар. Немесе өзінің түрін қабылдамай жүрген қаншама қыздар бар, иә. Бойын қабылдамай жүргендер бар. Минусыңды қабылдау аудиотерапиясы сіздің өзіңіздің әлсіз, ұнамсыз тұстарыңызды жоққа шығарып, соны бір сәндеп, әрлеп жоққа шығаруға тырысқан сайын өзіңізді қабылдамай шаршап бастайсыз. Керісінше сол ішкі қысымды көбейтудің орнына азайтып, минусыңызды қабылдап, оны сіздің изюминкаңызға, күшті жағыңызға, ерекшелігіңізге айналдыруға осы минусыңды қабылдау аудиотерапиясы көмектеседі. Жұбайыңыз, балаңыз, ата-анаңыз бір тақырыптан ұялатын болса, адамдардан ұялатын болса, осы аудиотерапияны тыңдасын. Минусыңды қабылдау аудиотерапиясы. Және ең келесісі бізде самооценка аудиотерапиясы, самооценканы реттеу. Бұл деген сөз көбінесе адамдар самооценка не екенін біле бермейді. Біріншіден, бұл аудиотерапияның ішінде самооценка не екені түсіндіріледі. Жоғары самооценка мен төмен самооценканың зардабы түсіндіріледі және одан қалай шығу керек үшін арнайы алгоритмдер алып шығады. Бұл деген не береді? Өзіңе деген сенімді, ішкі тұрақтылықты іштей қалыптастырасын, өзін-өзі іштей сау түрде адамдармен тең дәрежеде, рух дәрежесінде теңбіз деген сау бағалауды қалыптастырасын, уже сыртқы адамдардың пікіріне, сөзіне, критикасына тәуелсіз боласың. Саған уже әсер етпейді, бүйтіп бетіне қалып тұра бересің. Не болды деп ше? Вообще әсер етпейді саған. Вот осындай самооценканы реттеу аудиотерапиясы. Келесі жүрекпен тыңдау аудиотерапиясы. Бізде көбінесе жұбайларымызбен, бала-шағамызбен, ата-анамызбен ішкі сезімдерімізді ашық сөйлесіп шеше бермейміз. Осы кезде бізге көмекке келетін нәрсе біздің жан дүниемізбен ашылып, жүрекпен тыңдау өнерін үйрену. Бұл өнер не береді сізге? Жүрегіңіздегі махаббатты келесі адамға негізі сөзбен жеткізу қиын. Жақсы көремін десең, ол қабылдай салмайды. Бірақ жүрекпен тыңдап, ол адамның қалауларын, сезімдерін жүрекпен тыңдап, жүрекпен қолдасаңыз, ол сезіледі. Ол адам сізді басқа ешкімге алмастырмайды. Бала-шағаңыз болса, ондай махаббатқа жүрекпен тыңдалынған бала-шаға ол текті болып өседі. Жүрекпен тыңдалынған бала мықты болып, сенімді болып өседі, бақытты болып өседі. Оған ешқандай мектепте травма, анау әсер етпейді уже. Махаббатқа тойып өскен балаға.
жүрекпен ата анаңызды тыңдасаңыз, ол сіздің келіншегіңіздің мазасын алып сіздердің араларыңызға түспейді. Өйткені ол жүрекпен тыңдалып уже өзін керек сезінеді, уже өзін толыққанды сезінеді. Жүрекпен тыңдалыну деген әрбір жан дүниесінің қажеттілігінде бар нәрсе. Сіздің ата анаңызда да, жұбайыңызда да, өзіңізде де, бала шағаңызда да. Ал оны жүрекпен тыңдау өнері бәріңізге ауадай қажет. Осы жүрекпен тыңдау аудиотерапиясында тыңдап шығу арқылы сіз осы тақырыпты біржолата үйреніп, жүрекпен тыңдауды бастап кетесіз. Келесі бізде қарым қатынасты жаңғырту аудиотерапиясы. Бұл біздің жұбайларымыздағы, жалпы өмірдегі адамдармен қарым қатынаста әртүрлі реніштер мен қате сценарийларды босатып, адамдармен жақындық пен түсіністікті қайта құруға мүмкіндік береді. Егер біреуді кешіре алмай жүрсеңіз, немесе толыққанды қабылдау қиын болып жатқан болса, тіл табысу қиын болып жатқан болса, осы қарым қатынасты жаңғырту аудиотерапиясын тыңдаған кезде сіздің жүрегіңіз жібіп, Құдай үшін кешіріп, автомат түрде мидағы таракандар кетеді. Келесі ақшаға қатысты қорқынышты жеңу аудиотерапиясы. Бұл аудиотерапияда кішкене минуты ұзағырақ, 26 ма, сондай ең ұзақ аудиотерапия бұл. Бұл аудиотерапияның ұзақ болған себебі, біз балалық шақта ақшамен алғаш контакт болған кез, ақшаны алғаш тауып жоғалтып алған кез, жоғалтып дегенде қалай, әке-шешең алып қойған кезі, алғаш жұмыс жасаған кезің, ақшаға қатысты, сатуға қатысты көзқарастарың бәрі талқыланған. Бұл сезімдерді орнына қойып, қайтарып беріп, шешетінін шешіп, сіз осы аудиотерапияның ішінде ақшаға қатысты шектеулеріңізді тауып біржолата шеше аласыз. Және бұл аудиотерапияның бір жақсы жері, каждый раз қайталап тыңдай аласыз. Апта сайын бір рет тыңдап тұратын болсаңыз, кемі 1-2 айда сіздің ақшаға қатысты блок вообще таусылады деген сияқты. Неге? Өйткені қайталап тыңдаған сайын сіздің миыңызда жаңа нейрондық связьдар қалыптасады. Менің жаңа көзқарасым сізге салып жатқан ақшаға қатысты жаңа дұрыс көзқарастар сіздің миыңызға, подсознаниеге қонып бастайды. Және ескі көзқарастарды ол ауыстырып тұрады еще сол аудиотерапияда. Так, бұның бәрі не береді? Ішкі шектеулерді алып тастауға, қорқыныш пен сенімсіздік ақшаға қатысты азайып, молшылыққа, нақты қадам жасауға, ақшаға қатысты өзіңді кінәлі сезінбеуге, ұялмауға, адал түрде табыс табуға, адамдарға көмектесетін мықты мұсылман болуға ішкі күйді дайындайды. Вот осындай 6 түрлі біздің аудиотерапияларымыз. Бұл тақырыптардың бір-бірімен тығыз байланысты бар. Сол үшін біз осылай бір-бірлеріне пакет қылып байлап қойдық. Өздеріңіз көргендей, енді әр аудиотерапия 6000 теңгеден, психологқа барып дәл осы терапияны өту сізде кемі, даже әшейін консультацияға барсаңыз бар ғой, терапия емес, даже консультацияға барсаңыз кемі 15, 25, 30 мың теңгеге дейін. Ал терапиялардың рыноктағы ең арзан бағасы 30 мыңнан басталады. Ол 300-500 мыңнан аяқталады. Жеке терапия 1,5 сағаттық, 1 сағаттық жеке терапияның өзі. Өйтіп ол терапияның көп уақыты сізбен сөйлесіп, өзіңді тануға көп уақыт соған кетеді. Ал мына аудиотерапияны сіз жарты сағаттық аудиотерапияны өзіңізбен жұмыс жасап, 20 минут, жарты сағат, кейбіреулері 15 минут. Сіз оны қайта тыңдау арқылы, кез келген уақытта 1 жылдың ішінде қолдану арқылы өзіңізге өте көп құндылық береді, жаңа тақырыптардың бәрін реттеп алатын боласыз. Мына аудиотерапиялар шешкеннен кейін сіз уже психологқа жеңіл болмайтын тақырыппен бармайсыз. Нақты запрос болған кезде ғана баратын боласыз. Так, бір пакетіміз 36 мың теңге. Сонымен 2 пакетті комбоға алатын болсаңыз 72 мың теңге. Егер комбоға алған жандарға біз 72 мың теңгеге 2 пакетті бірден 1 жылға өз отбасыма алам дейтін болсаңыз, біз сіздерге руханият сабағын доступ береміз. Руханият деген бізде мегамышление сабағы болған, осы уақытқа дейін бестселлер сабақ. Соның ішінде руханият деген сабақ бар. Ақыл, сана, жүрек қалай жұмыс жасайды? Бұл бонус сабақта айтылмаған, одан да терең тақырыптар бар, өте күшті түсірілген. Қысқасы, тек қана аудиотерапия емес, адамға теориялық да сабақтар керек. Егер теориялық сабақ жаңағыдай подсознательный түрде санаға арналған сабақтарды көріп тұрып, мына аудиотерапияны өтетін болсаңыз, сізге өте күшті әсерін беретін болады. Қысқасы, комбо терапия алғандар руханият сабағына доступ алады, сол 1 жылға. Ал жеке пакет сатып алғандар 36 мың теңгеге жаңа пакетке 1 жылға доступ алатын болады. Осылай құндылығын жеткізе алдым деп ойлаймын. Біздің Instagram парақшаға тіркеліп қойыңыздар. Ол жақта да бұл аудиотерапияны қалай алу керек бойынша актуальныйда және посттарда сақтап қоятын болам. Аудиотерапияны алу үшін мынау төмендегі нөмірге жазыңыз: 707-615-1515. Біздің компаниямыздың жеке WhatsApp нөмірі. Ассистентіміз сізге осы аудиотерапияға доступты беретін болады. Осымен біздің бонус сабақтарымыз аяқталды. YouTube каналымызға тіркеліп алыңыздар, лайк қойыңыздар, жақындарыңызға дәл осы аудиотерапиялар керек болған болса, бала шағаңызға, күйеуіңізге, әйеліңізге, құрбыңыз, досыңыз, туысыңызға
дәл осы терапиямен бөліссеңіз, иншалла олар өздерінің отбасын сақтап қалып жатса, олар өзінің отбасындағы иммунитетті жақсарып, денсаулықтарын жақсартып отқан болса, олар ішкі қаржыға қатысты тақырыптарын шешіп байып жақсарып отқан болса, сіз сол сауаптан үлескер боласыз. Біздің ниетіміз, Кемел компаниясының ниеті адамдарға жетістікке жетуге қызметте болу. Алла тағала осы қызметте қойған үшін шүкір дейміз. Және қолымыздан келгенше сіздерге бүгінгі тегін бонус сабақтарда адамның психикасы қалай жұмыс жасайтынын үшеуінде де түсіндіруге тырыстық. Денсаулық, қарым-қатынас және ақшаға қатысты, және үшеуінде де шешуге аудиотерапияны да ұсынып қойдық. Өте қолжетімді бағаға. 2 пакет 78 теңге, 1 пакет 36 теңге, әр терапияңыз 6000 теңге. Бұндай баға бұдан кейін болмайды. Алып алыңыз. Және бұл аудиотерапиялардың бәрін біз юристпен бірге авторлыққа тапсырып қойдық, авторлық документін алдық. Яғни бұл аудиотерапияларды ешкім көшіре алмайды, ешкім тарата алмайды, ешкім біздің атымыздан сата алмайды. Яғни заңды түрде қорғалған. Ол жағынан уайымдамаңыздар. Жалпы сіздерге пайдалы болсын. Алла тағала жүректеріңіздің, тілдеріміздің күрмеуін шешсін, сіздерге пайдалы қылсын. Аман сау болыңыздар. Бұл видеомен адамдармен, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.